Заварной кремнің жасалу жолы. Ыдысымызға жұмыртқа сарысы, қант және крахмал салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Сосын сүтті құйып, араластырып, баяу отқа қоямыз. Креміміз қою болғанша тоқтатпай араластырып тұрамыз. Қою болғаннан кейін оттан алып, сары май қосамыз. Сары майымыз толық еріп араласып болғаннан кейін бетін пленкамен жауамыз. Онан кейін тоңазытқышқа 30 минутқа немесе 1 сағатқа салып қоямыз. Креміміз осымен дайын. Бұл кремді пирожныйға, торттарға қолдансаңыз болады.